байлаған, байрақ қып биікке бақытын байлаған, салтымды ұлықтап салайын сайрабан тойлар. Ясырып берге! Ой, рахмет. Рахмет. Не деген шапалақ жынданып кетуге болады екен. Той, құтты болсын! Ой, рахмет. Ассалаумағалейкум, екі жақсылар мен жайсаңдар. Өздеріңіздің мүбәрәк жүздеріңізді, салиқалы ниеттіліктеріңізді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Алтындай бастарыңызды иіп, алтындай уақыттарыңызды қиып келіп жатқандарыңызға алғысымыз шексіз. Бүгін дүбірлетіп жатқан үлкен асырлы берекелі той. Ол әрине Қайрат ағамызбенен Жанар жеңгеміздің қуанышына қош келдіңіздер! Рахмет. Ал, қымбатты көпшілік, өздеріңізге мәлім, бүгінгі тойдың басты себепкерлерісіз, басты кейіпкерлерісіз, бүгінгі тойдың болмайтыны айтан анық. Сол себептен де біз қазақ елі, қазақ жұрты құдамызды құдайындай сыйлаған халық болғаннан кейін, біздің құдаларымызды қарсы алу, ол біздің міндеттік парыз. Сол себептен де қымбатты көпшілік, жақсылар мен жайсаңдар, шапалақтарыңыз дайын болса, ысқырықтарыңыз дайын тұрса, біз жаңа құдаларды қарсы алуға дайын болайық. Өздеріңіздің алдарыңызға шоу балет сәулет ансамблін ортаға шақырайын. Үрмек пен дүрмекпен ерекше бір құрметпенен жаңа құдаларыңызды қарсы алыңыздар. Құрмет, қошемет соқпаңыздар. Шоу балет сәулет ансамблі. Жадырап тұр жайнап бараймақ, сырға салып құда түсіп, күйеу көріп қыз алысып, екелбегін жатыр той тойлап. Сырға салып құда түсіп, күйеу көріп қыз алысып, екелбегін жатыр той тойлап. Қыз берісіп қыз алысқан қодалар, бауыр жеген ұл жағысқан қодалар, құшақ жайып қарсы алатын қодалар, ортамызда биле қодалар, ей қодалар, ажырамас туыс болған қодалар, сыйласып сырласатын да қодалар, ортамызда биле қодалар. Көз қадаған таңғылы белді, шапан жауып сәнді қып серлі, төс қағысып құрақ алып, біз мың жылдық құда болып сыйласайық мәңгілік енді. Төс қағысып құрақ алып, біз мың жылдық құда болып сыйласайық мәңгілік енді. Қыз берісіп қыз алысқан қодалар, бауыр жеген ұл жағысқан қодалар, құшақ жайып қарсы алатын қодалар, ортамызда биле қодалар, ей қодалар, ажырамас туыс болған қодалар, сыйласып сырласатын да қодалар, ортамызда биле қодалар. Наннараней, наннара-нара-нара, наннараней, наннара-нара-нара, наннараней, наннара-нара-нара, ней, наннараней, наннара-нара-нара, наннараней, наннара-нара-нара, наннараней, наннара-нара-нара, на. Ай, бәрекелді көп рахмет құдалар, келді қарсы алып жүгір ағайын, гүл менен көкке ораңдар бүкіл маңайын. Алдынан шықсын аталар менен апалар ақырау шалған самайын, жаңғырып жаңа әнмен күмбірлеген күй ойнасын, 30 күн ойын, 40 күн тойы тойлансын, жайылып жастық иіліп төсек болайық, құдалар аты байлансын деп қадірлі ғайменеке әулетімізге келіп отырған 1000 жылдық жаңа құдаларымыздың құрметіне бір қол соғып, қошеметтеп қояйық шығайыннан кейін. Ай,
Ай, тамаша, көп рахмет, құрметті жаңағыдалар. Мінеке өздеріңізді әндетіп, билетіп, салтанатты түрде ортамызға мінеке той түріне қарсы алдық. Олай болса, келесі кезекте өздеріңіздің құрметтеріңізге деп жайылған салтанатты ақ дастархан түріне жайғасуға рұқсат. Келіңіздер, жайғасайық, отырайық, сәлден соң тойымыздың басты себепкерлерін салтанатты түрде қарсы алатын боламыз. Барша ағайын, аға жеңгелер, баршамыз ақ дастархан төріне жайғасайық шығанеке. Әдемі көңіл күйменен керемет өзіміздің көрінісімізбен мінеке арнайы салтанатты түрде күйеу баламызбен аяулап өсірген қызымызды қарсы алатын боламыз. Келіңіздер. Тамаша, керемет, рахмет. Құрметті көпшілік, мінеке сіздер бүгінде думанды да дүбірлі қуанышымыздың басты куәгерлер болып отырсыздар. Олай болса, бүгінгі күн дегенде бүгінгі күн салты қайта жаңғырар бұрынғының. Ер жеткен емес пе, ұлың бүгін, бой жеткен емес пе, гүлің бүгін. Екеуі екі елдің басын қосты, желбіреп, бақыт дейтін туы бүгін деп мінеке ортамызға бүгінде Алла қаласа ақ босағаны аттағалы отырған ерке қызымыздың ата-анасының рұқсатын алып, қолын сұрап келіп отырған құрметті күйеу балаларымызды әрине сіздердің қошеметтеріңізбен қарсы алайық шайғанға. Әулетімізге күйеу балалар келіп жатырған қошемет болсын ғанеке. Күйеу балалар қайда екен? Қатырақ қол соғып отырайықшы. Ай, тамаша. Қошемет болсынаған күйеу балаларымызға деген. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Ай, тамаша. Рахмет. Рахмет. Біздің елге қош келдің, күйеу бала. Қадамыңа гүл бітсін. Күйеу бала келіп тұрағайын, қолында жоқ гүлі бар. Бекарыс оның есімі көріп біліп танып ал. Жақсы жігіт нағашыға сүйеу болар, әрбір жігіт бір елге күйеу болар деп қадырға мінеке бүгінде аяулы қызымыздың қолын сұрап келіп отырған. Бекарыстай күйеу балаларыңызбен танысып, табысып, жалпы сәлемін қабыл алыңыздар шағайын ғайынке. Қорғаймын барасылын, намысын қолдан берме. Керемет, рахмет. Рахмет, ал неге күйеу баламызда қолдары бос келмеген сияқты өзінің болашақ енесі деп арнайы құрметтеп дайындап алып келген әдемі гүлдері бар екен оның. Олай болса күйеу бала осы асырайдың ішінен жүгіріп жүріп болашақ енеңізді тауып алып, қолдарыңызға әдемі гүлдеріңізді табыстауға рұқсат. Алатаудай алашымның қайтпас қайсыр баласымын. Қасерлі алашымның қорғаймын барасылы, намысын қолдан берме. Қазақтың баласы. Рахмет. Сіз біздің күнімізді жарқыраған, анадан қуат алған жарты қалам. Құнымен қасиеті тозбай тұғын, ана деген біз үшін алтын адым деп, мінеке нағыз қазағымыздың ер азаматтары әуелі Алла, екіншіден мінеке аналарымызды қастерлеген, қадірлеген ол болса аяулы аналарымыздың құрметіне бірде-бір тағы қол соғып қошемет етіп қойсаңыздар. Рахмет. Толықтар тебірентер назалды, ертең баққа бөлейтін құдаларды. Ал ендеше қызымызды тәрбиелі, ай жүзді, күн ажарлы. Қарсы алыңыздар, тойымыздың басты кейіпкері, ең сұлу, ең көркем мінезі аруымызды қарсы алайық.
тартып барасың, боташым бізге әлі баласын. Мінекей көзі ашып жұмғанша, ұяңнан құстай ұшып барасың. Тербетіп ауылыңның даласын, құдағы бекі үйдің арасын. Ойпырмай әніміне дегенше, қалқатай ұзатылып барасың. Апа деп жан шарыңның анасын, ата деп жан шарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Ағыл патазадайын арыңды, сыйлағын сүйіп қосқан жарыңды. Тастай бат судай сіңі беліңе, алдыңнан тәңір ашсын бағыңды. Тербетіп ауылыңның даласын, құдағы бекі үйдің арасын. Ойпырмай әніміне дегенше, қалқатай ұзатылып барасың. Апа деп жан шарыңның анасын, ата деп жан шарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Тербетіп ауылыңның даласын, құдағы бекі үйдің арасын. Ойпырмай әніміне дегенше, қалқатай ұзатылып барасың. Апа деп жан шарыңның анасын, ата деп жан шарыңның әкесін. Оларды өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Оларды өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Рахмет. Көп рахмет. Құрметті мінекей бүгінгі дүбірлі думанды тойымыздың ең басты себепкерін, ең сұлу аруымызды ортамызға салтанатты түрде қарсы алдық. Олай болса, менен туған жырлардың ең сұлуы, мен өсірген жемістің ең шырыны, шабытымның жаралған шырайынан, тал бойынан табылмас кемшілігі, ет жүрегім осынау дүниеге еркелетіп жіберген елшілігі. Қызым менің барады ұзатылып, басқа бақта өткізер жазын күзін, ұзатылып барады. Назерке қызым деп қадірғайын бүгінде Алла қаласа ақ босағаны аттағыл отырған ерке қызымыздың құрметіне бір қол соғып, қошеметтеп қойсаңыздар болады ағайын. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Атыңнан айналайын күйеу бала, боларсың өз жұртыңа сүйеу ғана. Жарыңның жұлдызы бол, құндызы бол, мұндай қыз бұл әлемде біреу ғана деп мінекей аяулы жарыңызды, болашақ жарыңызды мінекей алдыңызға келіп отырмыз. Олай болса қолдарыңыздағы әдемі гүлдеріңізді болашақ жарыңызға табыстап, маңдайынан ескеп жаннатырыңызға рұқсат. Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршіксіз көңілі кірленсе. Айтыңызшы. Ал құрметті екі жас, ең алдымен бір-біріңе сүйікті болыңдар. Жүздерің жайнап, келісті болыңдар. Толғанайдай өрісті болыңдар. Ел жұртыңа сүйкімді, жан ұяңа сыйлы болыңдар. Бағын қолға ұстатқан баласынбай, бұл қазақтың көңілі даласындай. Бұл қазақта ел жоқ қой, той жасаған Құдай-ау жермен көктің арасындай. Әрбір жанның басынан бақ таймасын, ағайын той бітпесін. Дәл осындай тойларыңыз құтты болсын. Той қаласын ағайын.
Сценарий бойынша шапалақ кету керек осы кезде. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен шоу балет сәулет ансамблін алақан соғып қойыңыздар. Рахмет. Қыздар. Қыз жібек пен төлегенге шапалақ соғып қойыңыздар. Қаттырақ, екі жас бақытты болсын ағайын. Рахмет. Бәке, ассалаумағалейкум. Қуанышыңыз құтты болсын. Біздің әулетке, біздің елге, біздің жерге қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз оңнан болсын, сіздің еліңіз біздің елге келіп төрге шыққандары құтты болсын. Енді көрдім, аяулы жарыңыздың анасына гүліңізді бердіңіз. Аяулы жарыңызға әдемі гүліңізді тапсырдыңыз. Нәзеркенің папасына бір гориллаласамадың ба? Что-то ештеңе бермедің бе? Ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, бұл кісілердің бақыты көкке көтерілген сәтте, екі жастың бақыты, екі жастың махаббаты, ол әрине әрқашанда көкте тұратын сөзсіз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадисте, ер жігіттің жасы келіп жағдайы жетсе, ата-анасының разылығын алса, ата-анасы рұқсатын берсе, ол үйленсін деген. Кеше ғана екі бұттың ортасына шыбықты қыстырып атқып ойнап жүрген ұлдарыңыз бекарыс, бүгінде нағыз ер азамат екендігін білдіріп, аяулы жарын қолына қондырған күні құтты болсын ағайын. Рахмет. Енді тойдың басынан бұл кісілердің мазасын алынмайын. Сіздер жақсылап тұрып шапалақ соқсаңыздар, махаббаттың жырменен екі жастың әуелеген өздерінің төріне құрмет қошеметпен шығарып салайық. Бекарыс пен Нәзерке бақытты болсын ағайын, құрмет қошемет соқсаңыздар. Шапалақ. Қандай бақыт сені сүю. 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 Сенген біз бүкіл дүниемен бір-бірімізге, мендегі сендегі кетіп толықтай. Осы жерден әкетті толқын біздерге ме, себепші болдым деп шыққан үніңімен. Рахмет. Ал, ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, төрт көзіміз түгелденіп болсақ, дастарханның басына жайғассақ, жаңа құдаларды үрмекпен, ерекше бір құрметпенен шашуымызды шашып тұрып, әнімізді әндеп, биімізді билетіп тұрып, жаңа құдаларды қарсы алып болсақ, екі жасты өздерінің құтты орындарына жайғастырып болсақ, өздеріңізге мәлім, батаменен ел көгерет, жаңбырменен жер көгерет деген аталы сөз бар. Батаменен еліміз өсіп, жаңбырменен жеріміз көркеніп жатқаны сөзсіз. Сол себептен де осы біздің Қайрат ағамызбенен Жанардай жеңгеміздің әулетіне келіп жатқан барша мұсылман халыққа ақ дастарханның бетінен нәр татпас бұрын үлкен батамызды ниет етсек деп жатқан жайымыз бар. Әрине, көпті көрген, көпті білген осы әулеттің үлкен ақсақалдарынан иләхи әмин деп алақан жайып үлкен батамызды ниет едейік. Әрине, құлақтарыңызға қақыс етейін. Сексенбай атамызбенен Мұрат атамызды мен ортаға шақырайын, ағаларымды ортаға шақырып, үлкен батамызды ниет етейік. Сексенбай ағам қай жерде екен? Келіңіз, ортаға келіңіздер. Мұрат аға, келіңіздер. Әулеттің үлкендері. Алшаңдап басады алаштың баласы, өз елі өз жері қалдырған бабасы. Бір түйір топырақ, бір тамшы қара су, қазаққа ғана тән қазақтың ей атасы бей. Балақтың иттерін басына қаптатпай, көршінің иттерін есіктен аттатпай, қолына қамшы алып әлемге жар салып, қазақтар жүреді намысын ей таптап. Сексенбай атам мен Мұрат ағам бар ма? Келіңіздер, Мұрат ағам бар. Ол кісіні ортаға шақырайық. Өзіңіздің жолыңызда, даралығыңызда үлкен батаңызда ниет етсек деп жатқан жайымыз бар. Бар ма Мұрат ағам? Мұрат ағам отставкаға кетіп қапты. Әділхан атам бар ма? Әділхан ағамды ортаға шақырайыншы. Сол кісінің жолын берсін, даралығын, данышпандылығын берсін деген ниетпенен Әділхан ағамды ортаға шақырайын. Келіңіз.
Ардақтағайын қымбатты көпшілік Ақтастарханның бетінен батасын әртартпайтын мұсылман халық Елеке менде балақан жайып үлкен ақсақалды аталардан, ел ағаларынан Елеке менде балақан жайып батамызды не дедік. Әмин. Я бісміллә. Я Құдайым оңдасын, Алла өзі қолдасын, еш жамандық болмасын, аман болсын, балбасын, жортқанда жолдарың болсын, қыдырата жолдастарың болсын, қалталарыңызда көп пұлдарыңыз болсын. Я Алла, мына 2 жасқа үлкен бақыт, ұзақ ғұмыр, үбірлі-шүбірлі болып, үлкен бақыт семья болсын. Аумин. Әмин, қабыл болсын. Келіңіз аға. Ассалаумағалейкум, көпшілік қауым. Алтын көпір құтты болсын. Атамыздың сөзіне қосылам, 2 жас бақытты болсын, армандаған мақсаттарына жете беріп, үлбірлі шүбірлі болып, үлкен семья болып, осындай құдалармен, қайратпен жанар сияқты сондай қасиетке жете беріп, кембір шал бола берсін. Аумин, Аллах акбар. Әмин, әмин. Берілген баталарыңыз қабыл болсын. Расында осындай 85 атам менен Әділхандай ел ағаларының берілген батасы қабыл болсын деген ниетіміз бар. Расында бұл кісілердің сөзі дуалы, ауыздар дуалы екені сөзсіз. Енді той иелерінің арнайы жабатын сіздердің шапандарыңыз бар. Өздеріңіздің иықтарыңызға алтынмен апталған, күміспен қапталған құндыз бөрік шапандарыңызды, сырма шапандарыңызды иықтарыңызға жабайық. Рахмет. Дастархан басына жайғасыңыздар. Қабыл болсын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Рахмет. Ал қымбатты көпшілік ардақтағайын, үлкен батам менен Ақтастарханның беті ашық деп жарияланды. Бір-бірлеріңіздің қолдарыңызды қақпай, аспай, саспай, Дастарханның бетіндегі ашысы бар, тұщысы бар, қатысы бар, жұмсағы бар, баршасы сіздердің ниеттіліктеріңізге жайылған болатын. Бір-бірлеріңіздің ұялмай, жақсылап тұрып Дастарханның бетіндегі тәтті тағамдардан алып отыруларыңызға біз тілектеспіз. Ақтастархан бір ауыздан ашық деп жарияланды. Енді тойымыздың басынан сіздерге ақ тілектің ақ ниетін тізгінін беріп мазаларыңызды алмай қоя тұрайық. Бүгін той, бүгін қуаныш, бүгінгі қуаныш сіздердің қуаныштарыңыз болғаннан кейін ойнап күліп ән салу біздің міндеттік асабалық парызымыз екені өздеріңізге мәлім. Сол себептен де тойымыздың бастауы болсын деген ниетпенен тойымыздың бетпердесін ашу үшін жақсы әнге кезек етейік. Ескендір Қасанғалиев атамыздың келсеңші маған деген әсерлі әнменен тойымыздың бетпердесін ашайық. Қуаныш құтты болсын ардақтағайын. Sağındım seni, sağındım erke, Қызғалдақ толы көктемде. Сағындым еркен, сазымен көркен, қаңқылдап қаздар өткенде. Sağındım seni ayılan, kelsen şımıgan en balam. Sağındım seni ayılan, kelsen şımıgan, kelsen şımıgan. Taң болып қайда сен жүрсің аюлы ерке, нұрлы жаз күлі жеткенде өзіңе арнап ән күйді шертем. Sağınış sazı köp mende, sağındım seni ayılan, kelsen şımıgan en balam. Sağındım seni ayılan,
келсеңші маған таң болып. Sağındım seni ayolum, kelseyşi mağan en balım. Sağındım seni ayolum, kelseyşi mağan, kelseyşi mağan taң болып. Ай, рахмет, патша көздеріңізден айналдық, ардақты ағайын, қымбатты көпшілік. Енді бүгінгі тойға қарап отырсам, бүгінгі қуанышқа, бүгін жақсылыққа көптеген жақсылар мен жайсаңдар жиналған көрінеді. Әбіш Кекілбаев атамның баталы сөзі бар еді: бақытты бағалай білгенге бақтар ейді, қуанышты қуана білмегенге құт қонбайды дейді. Бүгінгі міне біздің Қайраттай әкеміз бен Жанардай жеңгеміздің қуанышын, өздеріңіздің қуаныштарыңыздай көріп келіп жатқандарыңызға алғысымыз тағы да шексіз. Жақсы қонақтардың ішінде тәтті тілектері, тәтті ниеттері болатыны сөзсіз. Сол себептен де жақсы тілекпенен, тәтті ниетпенен, әсерлі әннен кейін тойымыздың бет-пердесін ашқанды жөн санаймыз. Әрине, көпті көрген, көпті білген, осы әулеттің үлкен ақсақалды аталар менен ақжаулықты аналарын, аға жеңгелерін ортаға шақырайын деп тұрмын. Қысқадан осқа әулеттің үлкендерін ортаға шақырайын. Аттарыңызды атап түстеріңізді түстейін. Жақсы көңіл күйменен, тәтті ниетпенен ортаға шығуларыңызды өтінеміз. Әрине, көштің басын бастайтын Ақерке анамыз бастаған Қарлығаш, Балсұлу, Зиба, Дина, Сексенбай, Зина, Наурыз, Абай, Рита, Ахмет, Нұрсұлу, Бақтияр, Саягүл, Сабыр, Нағима, Қайрат, Роза атты әулеттің үлкендері, ағалар, аталар, ақжаулықты аналар болса, баршаларыңызды ортаға шақырайын. Билеп-билеп көңіл күйді көтеріп шығайық. Әулеттің үлкендері, келіңіздер. Жүректен толғадым, үміт отын жалғадым, осы әнімді арнадым. Жеті қайта талдадым, жігін таба алмадым, біліп таңдадым. Күн әлемді шарладым, сонау көкке самғадым, жерге салмадым. Суға сәлем жолдадым, ешбір жауап болмады. Батып кетті арманым. Енді қайтемін деп ойладым, ойға түпсіз терең бойладым. Белді тәбекелге байладым, ердің бес қаруын сайладым. Қой, өмір отпен ойнадым. Қой десе де қоймадым. Пай және шоқтай маздадым. Айғай жанып кете жаздадым. Рахмет. Әулеттің үлкендеріне бір шапалақ соқ қойыңыздар. Осы әулеттің қаймақтары, осы әулеттің бетке ұстар азаматтары менен азаматшалары, осы әулеттің авторитеттері ғой. Қош келдіңіздер. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Ақсақалды аталар, ақжаулықты аналар, өздеріңізді көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Қазақ айтып жатады: үлкен кісінің сөзін бөлме, ойынан жаңылдырасың. Әке шешеңнің бетінен келме, көңілін қалдырасың. Асқар тау әкелер, ақжаулықты аналар сөз сөйлегенде, бұл кісілердің сөзін тыңдамай, кімнің сөзін тыңдап оңасың дейді. Сол себептен де әулеттің үлкендерінің жақсы тілегін, тәтті ниетін бір ауыздан ұйыған айрандай тыңдасақ деп жатқан жайымыз бар. Қош келдіңіздер. Әрине бірінші бастайтын Сексенбай атам шығар. Микрофонды өзіңізге ұсынайық. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті ағайындар, туысқандар. Мына тойға келген тойшы қауым.
жаңа құдалар, бәріңізге саламатсыз ба? Біз өте қуаныштымыз. Бүгін біздің әулетімізде мына қызымыз тұрмысқа шығып, тағы баламыз бала қосылып, баламыздың үстіне үлкен қуаныш болып жатыр. Бәріміз қуаныштамыз. Мына Қайрат деген баламыз, Жанар деген келініміз, аман болыңдар, сау болыңдар, қуаныштарың мол болсын. Мына 2 жасқа тілейтінім, бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, аман болыңдар. Бақауатты, бай, үлкен, атақты, Қазақстанға мәлім, атақты семья болыңдар, өніп өсіңдер. Той деген жақсы. Бәр осы отырған тойшы қауымға, бәріңізге де тойың болсын осындай. Осындай той болсын барлығыңыз үйінде. Қазақтың той қазинасы. Той үшін жаралған қазақ. Мен кейбіреулер айтады, ой, той деген керек емес, шығын шығады, бүйтет деп. Оның бәрі бекер. Той беру керек. Қандай болса да, мен қолдаймын той бергендерді. Ал Қайрат, тағы бір рет, мына балалар бақытты болсын, аман болсын, сау болсын, өніп өсіп, үлкен, бақуатты жақсы семья болсын. Аман болыңдар. Ал құрметті құдалар, мына келген қадамдарың құтты болсын. Қайрат, Жанар, мына беріп жатқан тойларың оң болсын. Мына 2 жас бақытты болсын. Осы жерде айтылып жатқан тілектерге мен де қосыламын. Бақытты болыңдар ал. Маңғыстаудан келіп тұрмыз, ат терлетіп, неше күннен бері жатырмыз осы тойды күтіп. Кеше құдалығын саудық. Бүгін енді мына қызымыздың тойы. Құдайым, Қайрат, Жанар, тойларың оң болсын. 2 жас бақытты болсын. Көтеріп атқан шаңырағы биік болсын, бұқсағасы берік болсын. Іші сырты ажарлы, іші базарлы болсын. Бөпелері онжақты болсын. Қыздарым онжақты болсын. Құдайым, мына осы отырғанның бәріне той тілеймін. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, мына тойға куә болып отқан ағайын, тума, құда, жекжат, құрбы құрдастары келіп жатыр мінеки бәрі. Солардың бәріне рахмет айтамын, сіздерді осындай тойға жеткізсін. 2 бала бақытты болып те күліп ойнап, өніп өссін. Қатарынан кем болмасын. Апа, келіңіз, алдыға келіңіз. 3500 шақырымды артқа тастап, Маңғыстаудан келген апама шапалақ соқ қойыңыздар. Мен Маңғыстаудан келген апама сыйлық берейін деп тұрмын. Апана сыйлық өзіңізге. Не шықса да Маңғыстаудан шығады ғой, көтеріліс болып кетпесін деп беріп жатырмын. Апама шапалақ соқ қойыңыздар. Рахмет апа. Келіңіз. Бәрекелді. Келіңіз апа, қуаныш құтты болсын. Мен де Маңғыстау облысы Жаңаөзеннен келіп отырмын. Қайраттың апасымын. Айналайын Қайрат, Жанар, қызыңыз бақытты болсын. Қызыңыз бақытты болсын. Айналайын Назерке, Бегарыс, бақытты болыңдар, өніп өсіңдер. Өбірлі шүбірлі болыңдар. Ата енеңді сыйла, Назерке. Айналайын, бақытты бол, күліп ойнап жүр. Мама папаларыңдам сыйла. Жаным, бақытты бол. Әрдайым осы тойларға келе берейік. Жанар мен Қайраттай болсаңыз, ешқашан жаман болмайсыңыз. Бақытты болыңдар, айналайын. Келіп атқан құдалар, қадамдарыңызға гүл өтсін. Бақытты болсын, келін балдарыңыз. Өбірлі шүбірлі болсын. Бақытты болсын. Қош келіпсіздер, тойға келген тойшы қауымдар. Қайраттың достары, Маңғыстаудан келген, мына әжесінің орындағы абысыным бар міне. Қайынсіңлерім бар, алыстан ат терлетіп, қайныларым бар. Барлықтарына рахмет. Алыстан ат терлетіп, осы тойға келейік деп атсалысып келіп отыр. Енді мына Қайраттың жора жолдастары бар, достары бар, құда жекжаттар, құдашалар алыстан Шымкенттен келіп отыр. Барлықтарыңызға рахмет, аман есен осы тойды сауып, күліп ойнап, барлығыңыз атсалысып отырыңыздар. Құдағилар, жаңа құдағилар, төрден орын алғандарыңыз құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Құда 1000 жылдық
күйеу 100 жылдық дегенде нелерің жарасып, әңгімелерің жарасып, тату тәтті құда жекжат болып араласуыңызды тілеймін. Айналайын Назерке жаным, Еркетай қызымыз. Енді жаңағы мына ұяңнан ұшып бара жатсың, басқа босағаға. Бара жатқан босаған құтты болсын. Енді сол босағада бақытты болыңдар. Аузы бір болыңдар. Сенің 2 сыйлайтын кісің бар, соны біліп қой. Сені өмірге әкелмесе де, бағып, туып, қағып өсірмесе де, сенің ендігі атаң да, папаң да, мамаң да сол енеңменен атаң болады. Ол себебі күйе жақсы көрген жігітіңнің дүниеге әкеліп осы күнге жеткізген сол кісілер. Сондықтан сол 2 кісінің қадірлеп, құрметтеп, әрдайым солардың жағынан табылғайсың Құдайым. Сол кезде Алла да риза, күйеу де риза болады, барлығы саған риза болады, айналайын. Бақытты бол. Ана не тілеуші еді балапандарына? Бақытты бол, үлкен бақытты бол, Құдайжан. Алла сіздің үстіңізге нұр жаудырсын. Ұрпақты өбірлі шүбірлі болыңдар, Құдайым. Әлемдегі барлық бақытты тілеймін. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта. Құрметті тойшы қауым, той құтты болсын. Қайрат, Жанар, қыздарыңызды ұядан ұшырғалы отыр екенсіңіз. Құтты болсын, бақытты болсын. Айналайын Назерке, өмірде бақытты болғайсың. Құдайым барған жеріңде тастай батып, судай сіңіп, үбірлі-шүбірлі болып, өніп өсіп кеткейсің. Өз анаң мен әкеңді қалай сыйласаң, барған жеріңде енең мен атаңды солай сыйлағайсың. Барлық жақсылық тілеймін өмірдегі. Ал жеңеше міне немереңізді ұзатып жатырсыз, құтты болсын. Қайным, келінім, мына қыздарыңыз бақытты болсын. Құдалар төрден алған орындарыңыз құтты болсын. 2 жақ теңдей қызметі бұйырсын. Тойыңыз тойға ұласа берсін. Бақытты болыңдар. Иә, расында қазақ айтып жатады. Көп сөйлеген мықты емес, түп сөйлеген мықты дейді. Ең бастысы біздің тілегімізде, бақытымызда 2 жастың бақытты болуы шығар деп өз басым ойлаймын. Нағашылар ма мына кісілер? Нағашылардан сөйлесін, енді бір адам сөйлесін, қалғанымыз қосылайық. Келіңіз көке. Құрмет тойшы қалым, міне бүгін менің Қайрат желім, Жанар келінім, өздерінің мәпелеп өсірген қыздарын осы қазақтың дәстүріменен үлкен той жасап, құттарында қондырғалы жатыр. Той құтты болсын, той құласын. Мына қызымыз барған жерінде бақытты алып барсын. Өзде қызым бақытты болсын. Жол ашық болсын. Мына барған жерінде айналайын, балған еліңді құрметтеп, үлкендерін құрметтеп, алдынан сыйлап жүр оларды. Үлкенді кішісінде сыйлап, жақсы келін atan. Сол жақсы келін, жақсы адал келін атын деп сені айтып жүрсін. Осы мына күйеу бала екеуің ауыздарың бір болып, бір-біріңді демеп, сүйеп, әрқашан бірге болыңдар. Осы өмір деген бір өзі қиыншылығы да көп, қуанышы да көп өмір. Соның ащысында, тұсында бірге кешіп, бірге болысып, бәрі қиындықта жеңіп тек алға баса беріңдер. Мына құрметті құдалар, мына құдаға құда болып төрге шыққандарын құтты болсын. Той қоласын. Қадамдарына гүл бітсін. Біздің қызымыз сендерге адал, жақсы келін болсын. Күйеу бала бізге жақсы күйеу бала болсын. Сөйтіп бала, осы 2 бала бақытты болсын.
осы екі жаққа немере сүйгіріп, шөбере сүйгізіп, сендерді бақытқа бөлеп жүре берсін алдарыңызда. Біз де осылардың қуанышына, жақсылығына куә болып, Құда жекжатпен араласып жүре берейік. Аспандағы жұлдыз бекен, ай мекен, қазандағы тамақ бекен, май мекен. Құдай ай, мына тамаданың даусы қатты мекен, жай мекен. Жақсы тілегін арнаған әулеттің үлкендеріне бір қошемет қайда екен. Тұра берсек таң атып кетуі мүмкін. Сөйлей берсек микрофонның батарейкасы бітіп қалуы мүмкін. Сол себептен де сырттай тілеген тілектен гөрі іштей тілеген тілек ол қабылырақ болады деп өз басымыз ойлаймыз. Рахмет, қуаныш құтты болсын. Қайрат аға, бір жақсылап фотоға түсейік. Бүгінгі сурет, ертеңгі тарих, жеңгемді орталарыңызға алып тұрып, той үйлерін орталарыңызға алып жақсылап тұрып фотоға түсейік. Одан кейін шама шарқымыз жетсе, билеп дастарханның басына жайғасайық. Маған ана жақтан хабарландыру келіп жатыр, үлкен ас дайын болды деген сияқты сыбыстар бар. Сол себептен де ертелі күнді кеш қылмай жақсылап тұрып фотоға түсіп, билеп дастархан басына жайғасайық. Қуаныш құтты болсын. Әулеттің үлкендерінің баталары болсын. Ашарың ұқсап алман ырғай. Ал билеп дастархан басына жайғасайық. Қуаныш құтты болсын әулеттің үлкендері. Бақыттың болайын шынарай. Күні сені көрмей сағынам. Бақыттың болайын шынарай. Әлемді шарлап бір қоз өзіп бірге, шығайық бірге күнді. Қара шаштарың самал желмен. Ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Тойдың басы бісміллә, сіз іс қылма. Үлкен асымызда, үлкен дәмізде дайын болған көрінеді. Осы тойға арнайы тағайындалған, арнайы дайындалған үлкен асымыз, үлкен дәміміз. Қазақ дастарханында ет болмаса біз ханға сәлем бермейтін халықпыз. Сол себептен де үлкен аста, үлкен дәмді күй құдіретіменен ортаға алып шығайық. Қарсы алыңыздар, үлкен ас. Құрметті көрермендер, құлақ салыңыздар. 452-ші қазақтың ұлттық тағамы салынған жүргек пойызы екінші жолға келіп тоқтады. Сақ болыңыздар. Табақтардың реттік нөмірі соңынан басталады. Қолдарыңыздан келсе, дастарханның ортаңғы бөлігін ашып қоюларыңызды өтінемін. Қазақтың ұлттық тағамы ет. Қазақтың дастарханы етпенен әрленген. Қазақтың дастарханында ет үзілмеген. Қарсы алыңыздар. Рахмет. Қымбатты көпшілік, бүгінгі кештің ханшайымы ұзатылып жатқан нәзірке қыздарыңыз бақытты болсын дегендеріңіз ғана. Әр дастарханнан бір адамнан қол көтеріңіздерші. Көрейін. 2 жас бақытты болсын дегендеріңіз. Әр дастарханнан бір адамнан ғана, бір адам көтерейік. Осы қол көтерген адамды жақсылап тұрып қарабаңыздар. Осы кісілер қазір етті турап сіздерге салып беретін болады. Бәрекелді, қымбатты көпшілік, жақсылармен жайсаңдар, үлкен асқа, үлкен дәмге, иләхи әмин деп алақан жайып батамызды жаңа құдалардан ниет етсек деп жатқан жайымыз бар. Өйткені біз қазақ елі, қазақ жұрты құдамызды құдайындай сыйлаған халық болғаннан кейін осы
шөптен қыз алып келіп жатқан біздің жаңа құдаларымыздан иләхи әмин деп алақан жайып, үлкен батамызды ниет етейік. Құдалар қайсы жүр? Мына жақта ма? Бәрекелді. Ал ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, тойдың басы бісміллә, бісміллә, сіз іс қылма. Тойдың ортасы әлхамдүлілля деп жаңа құдалардан батамызды ниет етейік. Иләхи әмин. Әмин. Жарлық етсін, қауымын етсін, көп берсін, берекет берсін, есесін Алла жеткізсін. Ақ тілегімді берейін, асқа бата берейін. Мерейлерің үстем болсын, қосылып атқан жастар бақытты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Аумин. Аумин. Бәрекелді. Құдалардың үлкен батасын, үлкен асқа ниет еттік. Үлкен ас ауыздан ашық деп жарияланды. Қазақты екі сәтте мазалауға болмайды. Бірінші сәт ет жеп жатқанда, екінші сәт ұйықтап жатқанда сіздерге бір жақсы көңіл күйменен, әсерлі әуезді бименен үлкен астың үстін жалғасақ деп жатқан жайымыз бар. Жаңа ғана жаңа ұдыларды үрмекпен кіргізіп жатқан, екі жаста әсерлі бименен кіргізіп жатқан қазақ елінің бетке ұстар азаматтары менен азаматшалары бүкіл Европада өнер көрсетіп жүрген шоу балет сәулет ансамблінің мың бұралған биші қыздарын ортаға шақырайын, ортаны кеңінен ашайық. Шоу балет сәулет ансамблі. Шоу балет сәулет ансамблі. Қазақтың қыздары. Рахмет. Ардақты ағайын, қымбатты көпшілік, астанда әннен алып отырыңыздар, астарыңыз дәмді болсын, суып қалмай отырғанда бір-бірлеріңізге салып беріп, бір-бірлеріңіздің көңіл күйлеріңізді тауып отырыңыздар. Өйткені тойдың жақсы өтуі тек қана тамадаға байланысты емес, тойдың жақсы өтуі мына отырған дүйім халыққа да байланысты шығар деп өз басымыз ойлаймыз. Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек, бишіде де биші бар, би билеуі бір бөлек, әншіде де әнші бар, ән айтуы бір бөлек дейді. Сол себептен де осы біздің бүгінгі тойдың иесі Қайрат ағам менен Жанар жеңгемнің кішкентай немере қызы Әнжу қыздарыңызды ортаға шақырайыншы. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбенен арнайы осы тойға әпкесінің қуанышына әсерлі ән алып келген көрінеді. Қайрат аға, кеңіз, мен қасыма кеңіз. Әнжу, осы жерде, молодец. Қайрат ағамның немересі Әнжу қыздарыңызға шапалақ соқпаңыздар, ағайын. Арнайылап әпкесінің құрметіне керемет ән алып келген көрінеді. Өнер сатылмайды, өнер бағаланады. Кішкентай періштеміздің өнерін бағалап, шапалақпен құрмет қошемет көрсетіп отырыңыздар. Әнжу қыздарыңыз.
бақытты болсын жездемен тілем сол сендерге арнап мен бүгін ән саламын ақ жол саған әпкетайым бақытты бол келін болу болмас оңай төзімді бол атайың енді сыйлашы ренжітпесе ешқашан ешкімге сақтанбай ақ келін болып атташы босағанды ренжітпе өзің парызын отағанды бақытты болып жүріңдер әрқашан арманға бірге жетіңдер армандаған ақ жол саған әпкетайым бақытты бол келін болу болмас оңай төзімді бол атайың енді сыйлашы ренжітпесе ешқашан ешкімге сақтанбай ақ жол саған әпкетайым бақытты бол келін болу болмас оңай төзімді бол атайың енді сыйлашы ренжітпесе ешқашан ешкімге сақтанбай Құрмет, қошемет соқып қойыңыздар, ренжу қыздарыңыз, құрмет ағайын. Тоқта. Не деген ақша мынау, мәссі. Мамасы мен папасы алып кетеді екен, Энжудің өзіне беріңіздер. Кел, Энжу, кел ағай. Сенің еңбегің, өнер сатылмайды, өнер бағаланады. Сенің өнеріңді бағалап жатқан дүйім халық сіздерге алғысымыз шексіз. Поклон беріп қой. Поклон беріп ет. Еңкей, поклон беріңіз. О, шабала! Ала ғой. Жарайсың, Энжу. Өнерің үстем болсын. Өнерің үстем болсын. Өнердің шыңына жет. Өнер адамдардың арасында процент деген бар еді ғой, Энжу. Бәрекелді, ал енді қымбатты көпшілік. Осы біздің Энжуіміздің ізін суытпайық деген ниетпенен біздің Назеркеміздің үлкен ағасы бар. Талай жерде, талай елде өнер көрсетіп жүрген біраз әндердің авторы, өзі әнші, композитор, ақын, сазгер, қазақтың бір туар азаматы Бәкеңді ортаға шақырайыншы. Берік мырза, келіңізші. Құрмет, қошемет соқ қойыңыздар. Назеркеміздің ағасы. Не деген стиль, не деген костюм шалбар, не деген аяқ киім, не деген очки. Бәкеңе шапалақ бар ма? Қош келдіңіз, Бәкен. Микрофонды өзіңізге. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Қадірменді жаңа құдалар, бүгінгі біздің елімізде әулетте дүбірлеп өтіп жатқан тойға қош келдіңіздер. Назерке, жаным менің, жүрегім қарындасым, білемін басыңдағы бағың басым. Бұл өмірде қайғы емес, қуаныш көр, мұңайғанда боламын жаныңда шын. Қарындасым, жайқалған жасыл бағым, ештеңеден қорықпа, қасыңдамын. Ағаң сені қолдауға дайын әркез, ішіңдегі мұңыңды жасырмағын.
Ұзатылуың құтты болсын бүгінгі, күлімдеумен өткіз әрбір күніңді. Аллам сені қолдап жүрсін әрдайым, түсірмесін өте қымбат құныңды. Күйеу бала екеуіңе екі дүниенің бақытын тілеймін. Бақытты болыңдар. Қошемет жасайық жастарға. Бәрекелді, ардақты ағайын, қадірменді жақсылар. Енді өнер саласында жүргеннен кейін бүгін Назеркедей қарындасымыздың дәл осындай ұзатылу тойына "Қарындасым" деген әдемі ән жазылды. Сол әнді баршаларыңыздың құрметіне, аяулы менің қарындасым Назеркенің құрметіне арнайын. Той құтты болсын. Айналдым қарындасым, бізден де сағынасың. Амал не әппағым-ау, сол елден табыласың. Ақылын анашыңның, жүректе сақтағайсың. Бағы бол сол әулеттің, құрметтеп сыйлағайсың. Нәзігім еркетайым, бір туған бауырласым. Анама ұқсайсың-ау, ұқсайсың-ау, қарындасым. Мен сені сағынамын, Алладан сұрағаным. Бақ берсін бастарыңа, бастарыңа, қарындасым. Батасын беріп жатыр төркінің қарлығашым. Тастай бат судай сіңген сол елге қарындасым. Қалдырғын еркелікті, ибалы келін болғын. Ұрпағын өсіре бер, бақ құсы болып қонған. Нәзігім еркетайым, бір туған бауырласым. Анама ұқсайсың-ау, ұқсайсың-ау, қарындасым. Мен сені сағынамын, Алладан сұрағаным. Бақ берсін бастарыңа, бастарыңа, қарындасым. Нәзігім еркетайым, бір туған бауырласым. Анама ұқсайсың-ау, ұқсайсың-ау, қарындасым. Мен сені сағынамын, Алладан сұрағаным. Бақ берсін бастарыңа, бастарыңа, қарындасым. Анама ұқсайсың-ау, ұқсайсың-ау, қарындасым. Бәрекелді ардақты ағайын, құрмет қошеметімізді аямайық, қайнекей. Назерке, келе қойшы ән қасыма. Ардақты ағайын, қимайда ұзатқан жақ қыз баласын, қалайша жан дүниең сыздамасын.
құдалар алақанға салып бердік, жүректің жұлып алып бір парасын. Енді бүгінгі ән, бүгінгі барша күй біздің алтын қарындасымыздың құрметіне арналады. Өмірі тек жақсылық пен қуанышқа толсын. Жүрген жерің тек қана осылай гүлдене берсін деген біздің ниетіміз болатын. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын, ардақты ағайын. Енді күйеу баланы ортаға шақырайық. Қайнаға қайындарыңыздың қолындағы гүлін алып, қолыңызға қондырған құсыңызбен өздеріңіздің төрлеріңізге жайғасуға рұқсат. Бақытты болсын жастар, ардақты ағайын, той құтты болсын. Кездесуге шақырсам келер меген, көп күттірген жауабын берер меген. Сенсіз күнім жүректің емі бар ма, сөзіме жауап бар ма? Бәрекелді. Күйеу балаға бершендір гүлдерін. Қошемет жасайық, ардақты ағайын, жастар бақытты болсын. Рахмет жан, бақытты болыңдар. Бірге махаббаттарыңыз мәңгі, өмірлеріңіз сәнді болсын ағайын. Бәрекелді. Қарындасының құрметінен орындаған Берік Мырзаға шапалақ соғып қойыңыздар. Бауыр барда жалғызбын дей көрме деген қазақта жақсы сөз бар. Расында Назеркеміздің бір туар ағалары барында Назеркені жауда, дауда аламайды шығар деп өз басымыз ойлаймыз. Керемет ән болды. Керемет шоу болды, керемет гүл шоқтарын тапсырып жатқан жайы бар. Енді осындай керемет әннен кейін керемет бейнероликке кезек етсек деп жатқан жайымыз бар. Төрде жоғары жақтағы LED экрандарына және де арттарыңызда тұрған үлкен LED экрандарына назарларыңызды бұрып, керемет бейнероликке назарларыңызды бұруларыңызды өтінеміз. Мархабат. Sen kim olursun? Ben. Ben olursun mu? Sen neden kalıyorsun? Saçım var. Saçım mı var? Son, atın, Hadi. tegin. Hoşçakalın. Hayrat kızı. Sabah neşeге okuyorsun? 4-1'e. 4-1'e. Bana dikkat etmen көресің ба? Kimden? Ben. Koşu olup kaldın ba? Ya. Yok. Ya oturdum koy. Koşu keçi sıkırt. Әр таңым атқан мереке, жақындарым аман ол бір береке. Сынайды өмір бізді қатты кейде, бірақ мен жеңілмейм, үстімнен жай түседі. Ол қызы жалғас адамның, мейірімін көрсінші әке ананың. Тілеуін қабыл етіп аталардың, жаратқан қолда. Мәні махаббатта, қалып зұлымдықта, сеніп сақта. Бақыт адалдықта, өмірдің сәні. Мәні махаббатта, қалып зұлымдықта, сеніп сақта. Бақыт адалдықта, өмірдің білем сәні. Саураса гүл жасырына бақсыларда, бақытқа бөлеміз сағынбастан. Сыңғырлап сәби күлкісі, белес билетіп үлкендер үлгісі.
сыйласып әлем бір-бірін құрметтеп, арманың сол ғана айтарым менің осы. Тағдырмен бақталасып, Құдайдың алдында ақталасың. Айта берек, жақталады, айтшы, ненмен мақтанасың. Мен өмірімнің астанасы, қасындағы дос қас болмас. Ұрлап ішкен тамақ ас болмас. Арам ойлы бас бізге бас болмас. Игілермен болсын сен көз қарасын, тасы жолын жүрсін, таза мал табасын. Ат үстінде отсаң ақша бассын, іздемесін нағыз бақытты табасын. Арамызда тек құпия қалмасын, өмір ақ барады сен қапасын. Шындық айтқан аузың жабылмасын, молда назар менің жан жолдасың. Мәні махаббатта, қауіп зұлымдықта, сеніп сақта, бақыт адалдықта, өмірдің сәні. Мәні махаббатта, қауіп зұлымдықта, сеніп сақта, бақыт адалдықта, өмірдің білем сәні. Тамашалаған соғып қойыңыздар, қымбатты көпшілік, Назерке қыздарыңыз. Рахмет. Расында көрдіңіздер ме, қаншама елде, қаншама жерде той басқарып жүрміз. Мен өмірімде, өмір ғұмырымда бірінші рет осындай бейнероликке тап болып отырмын. Құрметті құдалар, көрдіңіздер ғой, келіндеріңіз қандай мықты, жау жүрек. Кешегі домалақ аналардың, одан ары Таймеристің ұрпағы болып тұрғаны сөзсіз, қара айғырдың үстіне мініп шауып бара жатқан қыздарыңыз, келіндеріңізге шапалақ соғып қойыңыздар. Керемет. Бәрекелді, тамаша. Ал енді қымбатты көпшілік, қуанышты көмсәрмен қарай жалғастырайық. Өздеріңізге мәлім, бүгінгі той менің Қайрат ағам менен Жанар жеңгемнің қуанышы болғаннан кейін, бүгінгі тойда өнерпаздар көп, өнер көрсететін болады. Солардың бірі, бірегейі, қазақтың бір туар азаматы, елім аман болсын деп жүрген ұлдардың бірі, ел аман, батыр ұлдарыңыз ортаға шақырайын. Құрмет, қошемет соғып қойыңыздар. Бүгінгі тойдың хитмені, юморист, шоумен, тамада әнші. Рахмет. Ассалаумағалейкум, бешарық, той құты болсын. Рахмет. Той құты болсын. Ер кезек үшке дейін тағы бір көрейін, дұрыс естімей қалған болар. Той құты болсын! Ой, бәрекелі. Рахмет. Ал, Қайрат жезде. Қайдасыз, келіңіз. Жанар әпкем, келіңіздер. Қуаныштарыңыз құтты болсын, той болады. Құрметті ағайын туысқандар, құрметті игі жақсыларымыз, ары бері жүріс тоқтатылсын. Ары бері жүріс тоқтатайық, кіріс шығыс тоқтатайық. Бүгінгі керемет кешіміздің қуанышты думан тойымыздың той иесі Қайрат ағамыз, Жанар әпкеміз, келіңіздер. Осындай сұлуда сымбат тақымына көріксай қырмызы көрдің мекені, қырдан да көшер бір күні, қызғалдақ қызға қашанда қонақсың деген төргіні деп қазақ атамыз бекер айтпаған. Сол сөзге тұспа тұс келген сұлуда сымбат тақымына көріксай қызымыз Назеркедей қарындасымызды ұядан ұшқан күні деп өздеріңізге тектілерді жиып, ағайын туысқан бауырлардың басын біріктіріп, игі жақсылардың бір ақпатасын алған жөн көріп отқан той иесін ортаға шақырып жатқан жайымыз бар. Бүгінгі керемет кешке баршамыз ат салсайық деген ниеттеміз. Әрине, болайын деп жатқан, болып жатқан думанды қуаныштарыңызбен шын жүректен құттықтап келгеннен кейін, осы керемет кешіміз жиналыс емес, бір демалыс той болсын, ұзату той болғандықтан, бұл тойымыз нәзік тойлардың бір ардақты ағайын. Сондықтан, осы нәзік тойымыз мәнді мағыналы, жастардың мәңгі естерінде қалсын деген ниеттеміз. Жылына келетін бір туылған күн емес, өмірінде келетін бір қуаныштар ардақты ағайын. Сондықтан, сол өмірінде келетін қуанышына баршамыз ат салсайық. Мен енді бір ғана сұрақ, бүгінгі тойымыздың той иесі Қайрат әкемізді, Қайрат ағамыз танитындар бар ма? Міне, Қайрат аға, ренжімеңіз. Сізді танитындардың қошеметі шапалағы осақ қана. Мен ештеңе істей алмаймын. Жанар әпкемді қараңыз, абыройын қараңыз, авторитетін қараңыз.
Жанар әпкемді танитындар бар ма? Лови дыхание мое, как я ловлю твое. В сумерках огней, даже шепоте теней. Жаймен шамалғанға қайта берсеңіз болады екен. Ер кезегі үшке дейін, тағы бір көрейін. Дұрыс естімей қалған болар. Бүгінгі думанды тойымыздың той иесі Қайрат әкемізді танитындар бар ма? Рахмет, Аллаға саны шүкір тәубе. Осы Қайрат әкеміз, Жанар әпкеміз осы тойға қызу тыңғылықты дайындалған сөзсіз. Бұл кісілердің қазір ойында тұрған сұрағы, мына тойым қалай болады, тойым қалай өтеді, ағайын туысқандар толық жиналама деген кеудесінде уайымы бар. Сол уайымын сіз болып, біз болып сейілсек, енді осы керемет кешке тыңғылықты дайындалғанын көріп тұрсыздар. Ерекше сыйлықтар, ол ерекше сыйлықтарды алу үшін той иелеріне қатысты сұрақтар, жастарға қатысты бар сұрақтар қоямыз, сол сұрақтарға жауап берген жандарға ерекше сыйлықтар ұсынатын боламыз. Ең алғашқы сұрағымды мен Бекарыс пен Назеркеден бастаған үшін көріп отырмын. Бекарыс пен Назерке екеуі қалай қайда танысты, кім біледі? Осыдан бастайыншы. Они где познакомились? Кто знает? Келіңіз. Өзіңіз ортаға шақырам бір. Билеп десеңіз, бүгін той, бүгін қуаныш. Әрине керемет кештен. Билеп. Рахмет, саламатсыз, қош келдіңіз. Кеш жарық. Кім болып келеміз? Назеркенің подругасы. Назеркенің құрбысы. Бекарыстың қарындасы. Бекарыстың қарындасы. Қандай керемет. Бекарыс пен Назерке екеуі қалай қайда танысты? Лагерде. Лагерде танысты. Бекарыс солай ма? Бір қол соқ жіберіңіздер, мінекей сол таныстығы бүгінгі таңда махаббатқа ұласып жатқан жайы бар. Арнайы керемет кештен өзіңізге деген сыйлығымызды тарту етеміз. Қабыл алыңыз. Құтты болсын. Рахмет. Ал келесі сұрағым, Назерке деп есімін кім қойды? Назерке деп есімін кім қойды? Назерке деп атын кім қойды? Назерке деп есімін атын кім қойды? Кім біледі? Келіңіз, қол көтеріп отырған, келіңіз. Өзіңіз ортаға шақырам, бір билеп келсеңіз. Әсем әннің әрлеуімен мұң бұралған биіңіз бен керемет кешіміздің тойымыздың түрінен асабаның алтындай түріне өзіңізді күтеміз. Әсем әнмен, ал. Билеп, секіріп, шап, көйдей, come on! Қашындар, операторлар, қашындар. Опа! Көйдей! Көргенде сені қысылам жаным, не керек саған? Топтанбақ көргемім еркес. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын. Кім болып келеміз әулетке? Ағасы. Кімнің? Ағасы. Қайраттың ағасы ма? Інісі Қайраттың. Назеркенің? Ағасы. Назеркенің есімін кім қойды? Атасы. Атасы қойды, бір қол соқ жүрейік. Атасы қойған. Есіміңіз? Байғали. Ау? Байғали. Байғали болғаннан кейін бай болып жүргенсің де сен. Бай болсын. Байғалиға, опо, құдалар жақта тәнтіні. Ағайын! Отырайық, көкелер, отырайық. Жаңа ғана бата беріп жүредіңіз аға. Отырайық. Дұрыс, отырайық. 5-10 минуттың ары беріс жоқ. Қоя бер, поговорим. Будущий день покажется светлым, как снова лил. И если не лень, арақты қойсам бекерайын. Қойсам қойшы енді. Арақты қойсам бекерайын. Қайқа? Рахмет. Құрметті ағайын туысқандар, араққа, шарапқа, виноға, коньякқа мас болғаннан, керісінше әсем әнге, тәтті күйге, мұң бұралған биге мас болайық келсеміз ба? Мына тойдың ең басты бастауы енді ғана басталып жатыр. Ары бері жүріс тоқтатылсын. Құрметті құдалар шыққан төрлеріңіз құтты берекелі, мәнді мағыналы болсын. Ары бері жүрмейік. Тыңдалмаған сөз жетім деген ардақты ағайын. Сондықтан осы керемет кешімізге баршамызды үлес қосайық, атсалсайық. Байғали келіп отыр ортаға. Байғали анша-мұнша кезде шыға бермейді. Бұл бір-ақ рет шығып жатыр өз. Назеркенің атын кім қойды дегенде атасы қойды деп сол сұраққа жауап беру арқылы шығып отырсың. Байғали осы тойдың жақсы өткенінен қалайсыз ба? Осы тойдың жақсы өткенін қалайсыз ба? Қалайсыз.
Даканса салсамыз ба? Даканса. Даканса. Байғалидің орындауында бір би. Бізден бір ән болсын. Байғали би. Ана. Аха. Рахмет. Байғали, биіңізге көп рахмет. Осы өлеңді жаттап алыңыз. Сол өлең қосылғанда ортаға шығып тұрасыз. Келсіз ғой? Иә, аман болыңыз. Сол қосылған кезде ғана шығасыз. Ұмытпаңыз, Байғали. Аман сен жетіп алыңыз, Байғали. Жаным, жүрген жүрісің өзі би ғой мынаны. Ал келесі сұрағым. Байғали! Қошемет Байғалиға! Опа! Ана! Аха! О, рахмет. Бол. Өлең тоқтайды, тұзын отыра бересіз. Рахмет. Сізге көп қозғалсын дейді дәрігерлер. Келесі сұрағым, Бекарыс деп есімін кім қойды? Құдалар, Бекарыс деп есімін кім қойды? Келіңіз, ноққа, көкім, құда, келіңіз, бір билеп, келіңіз. Оппа! Билеп! Осы тойда бұл ән Жоп! билемеген қалмасын. 1, 2, 3, 4, аяқ қолың талмасын. Қалмашы те қалайда, билеу керек бұл тойда. Мынау дәу адам. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз, қуаныш құтты болсын, Нұрған аға той қоласын. Бекарыстың есімін? Бекарыс есім мен қойғам. Ана Бекарыс Шойбековтің айтыскер ақын болды ғой. Соның есіміне қойым. Сол үшін Назеркені бір ауыз сөзбен айналдырып алған. Ана, Бекарыс Шойбек деген ақын жігіттің атына қойылған негізі, е? Мен сол Бекарыс Шойбековтің поклонигімін. Аха, сөйтіп бір ауыз сөзімен 4 шумақ өлеңмен келінді өзіне қаратқан. Төф, сіз қайдан білесіз? Мен 8 шумақ өлеңмен қожаң қызын қараттым. Қандай керемет, атын қойған сізге көп мың алғыс, аман болыңыз, тойдан толықтай сыйлық. Нұрқат аға, аспаңыз, тоқтаңыз, құда ғой, тағы бір сыйлық берейін, біреу берген, келіңіз, болмайды. Қожаның қызын 8 жолмен қаратып, Бекарыс деп бауырының атын қойған, аман болыңыз. Қожаны мен жарылқап беріп атқан шығасың. Сенің де бір шетін қожа ғой. Қалған WhatsApp-тан жазып жібересіз. Нұрқат аға, тоқтаңыз, аспаңыз. Құда ғой, тағы бірін берейінші бір. Қол соғы жоқ, келіңіз. Жоқ, Нұрқат аға, келіңіз. Келіңіз, жоқ, өзіңіз келсеңізші, мен сіз шақырдым, сіз келесіз ғой. Мына жоқ, өзіңізге берейін. Мына сыйлықтың бәрін не үшін беріп отырмын, білесіз ба? Білмеймін. Назеркеге жақсы қараңыздар, бол. Сол үшін беріп отырмын. Назеркеге жақсы қарасаңыздар, біз бәрін бере береміз. Рахмет. Келесі ерекше бір сыйлықты бергім келіп отыр, құдаларға ерекше қошемет соққан жанға. Ол қошемет отырып шапала ұрған, ол есепке алынбайды. Ерекше орындықтың үстіне шығама, болмаса орындықты төбесіне көтереме, ерекшелеп қошемет жасаған жандарға бір сыйлық берген жөн көріп отырмын. Құрметті жаңа құдалар, қош келдіңіздер. Құдаларға қошемет соқ қояқ, ерекше қошемет. Қайда тұрғанда? Always out like there's no limit, feels like there's no way back. Can you feel the rhythm in my heart? The beat's going boom, back. Always out like there's no limit, feels like there's no way back. Ана, төрде тұрған әпкем шақырайықшы, есімі? Ақмарал ханым, келіңізші. Өзіңіз ортаға шақырайын. Ақмаралға бір би. Ал, билеп келіңіз. Хоп! Жоп! Маралым менің маралым, сүйгенім
өртейді күндей Иә, құдаларға қош келдіңіздер деп қошеметін орнынан тұрып, қолына осында ерекше қылып ұстап алып, бүйтіп айналдырып қошемет соққаныңыз үшін осы тойдан тобықтай сыйлықты ұсынғанды жөн көріп отырмын. Қабыл алыңыз, құтты болсын. Иә, осы тойдың жақсы өткенін қалайсыз ба? Әрине қалаймын. Онда ішпеңіз. Рахмет. Мен құрметті ұл жолдас сізді ортаға шақырғым келіп отыр. Ақыр бос отыр екенсіз. Келіңіз, бір өзіңіз ортаға шақырайын. Міне, бір билеп келсеңіз, бигар үстінде. Назерке үстінде, билеп, о! Билеп, билеп, опа! Время запито на 8. От тебя воняет мефом, блядь, иди помойся. Игрушка не детская, нарезая кольца. Машина немецкая, билеп, билеп, қолдау бар. Отпечатки пальца, никуда не скроются. Барыга не палится, хочешь познакомиться? Стил житсу, дом. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Көзіңді ашып жүресің бе десем, өз сондай екен. Бекарыстың досы. Қанша жылдан бері танимыз? Бірінші класстан. Бірінші класстан. Бекарыстың ерекше қасиеті? Бітті. О, үшін түсіндім сен. Былай жасайық. Бекарыс үшін до конца? До конца. Ол жолдастың міндеті не? Қасында до конца жүру. Қалай до конца жүресің сен? Назергесі бар уже болды ғой. Бедеміз. Билейміз, биіңді көреміз, ерекше би өзіңізге бекарыс үшін. Жіберіңіз кеттік. Маэстро, музыку. Ал, ол жолдастың биі. Открывай двери без ключа. Come on. Без ключа. Чу-ча. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Рахмет. Молодец. Есімің? Хабибулла. Хабибулла. Мә, қандай керемет есім. Хабибулла. Менің де атамның аты Нұрназар. Мына сыйлықты өзіңе беріп аттырмын. Сақал аласын дей ма, әйтеуір білмеймін ғой. Жаңағы өлеңді білесің ғой да? Открывай двери без ключа. Чу-ча. Вот, сол өлең қосылғанда сен шығасың. Ой, үшін бүгін домалақтардың күні болып жатыр. Пупсик, мой сладкий пупсик, давай за ручку гулять с тобой. Ой, пупсик, мой сладкий пупсик. Аузыңды жыбырлатпа. Хабибулла. Ал, қошемет деп поддержка беріп қоям, ол жолдас. Без ключа. Налетели как саранча. Рахмет. Стал богаче, даже Рахмет. Бол. Хабибулла Қанапияның аты елге мәлім. Дүркіреп тұрғаны. Келесі, мен енді Қыжылдас. Сараңеу. Камсамида, отыра бер, Қыжылдас, отыра беріңіз. Риза болдым Қыжылдасқа. Той басталғалы бері байқап отырмын. Аппетит жақсы күн. Ой, кәдімгі. Мен енді келесі әуенді сұрақ мұқият тыңдаңыздар. Мына әнді мен білем деген жандарға сыйлықтарымызды ұсынатын боламыз. Бірінші ән, бірінші әуен. Кеттік, тыңдайық. Келіңіз, мінім. Келіңіз, өзіңіз ортаға шақырайын. Саламатсыз. Қош келдіңіз. Кім болып келеміз? Ау? Құдаша. Құдаша болып келесіз. Қандай ән болды? Сендерге әрдайым орын бар. Жар ма? Сендерге әрдайым орын бар? Келіңіз. Өзің мен арыстың. Айтып көрейік. Өзің мен арыстың, бойында таныстым. Жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Рахмет. Жоқ, иә. Дұрыс таптыңыз. Енді біріншісі сендерге әрдайым орын бар, ол басқа ән болатын. Мың алғыс. Келесі ән, кеттік, жалғастырып көрейік. Келіңіз аға. Міне. Билеп келіңіз аға, өзіңіз ортаға шақырайын. Қош келдіңіз аға, той қоласын. Қандай ән болды аға? Билегенше ұмыт қалдым ғой. Бір тыңдап көреміз бе?
сендерге әрдайын бар. Төріне қоныңдар, ақ тілек батамыз мінекей. Жоқ аға. Бір тыңдап көріңіз. Бір тыңдап көріңіз. Махаббаттың құдірет күшін әлдейлеп. Билеп шығам деп ұмыт қалдыңыз ба? Сондай болады аға, дұрыс. Қазір заман сондай ғой қазір. Кішкене бір жаққа шығып кетсең, атыңды ұмыт қалмай келгенге шүкір дейміз ғой әйтеуір. Келесі ән кеттік, тыңдап көрейік. Қоса беріңіз. Құдашамыз, келіңіз. Құдағи, өзіңіз ортаға шақырамыз. Ал бірізден бір ән көрейік. Сен де маған жаным, бәлкім адасың, тағдыр бермей тұрса тартып аларсың. Жер астында алтын адамдарға қой, жер үстінде жалғыз алтын адамсың. Мұражай ғой, таңдалдырар ғаламды, мұражайға Рахмет, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Қандай ән? Саржайлау ма? Саржайлауым. Айтып көреміз ба? Толық білмеймін. Аха, білетін жерімізге дейін. Саумал болақ балдайларым, салқын самал баурайларым, аялаған беу туған жер, сағындырған саржайлауым. Мың алғыс. Өте орында, дұрыс. Дұрыс таптыңыз. Ал кеттік жалғастырақ, тағы да келесі әніміз, міне құдашамыз керемет сыйлыққа ие болды. Келесі ән. Келіңіз. Билеп өзіңіз ортаға шақырамыз. Ал кеткені. Sazandalar toyda bugün o kulunga söz. Bakamasan çalsazın çigelini yaz. Sazandalar toyda bugün o kulunga söz. Bakamasan çalsazın çigelini yaz. Ana toy 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 toy. Ana toy 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 toy. Ana toy 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 toy. Ana toy toy. Саламатсыз, қош келдіңіз, қуаныш құтты болсын. Қандай ән? Бара алмадым қасыңа. Айтып көреміз ба? Айтып бер. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым, тоя алмадым жүзіңе, қарап тоя алмадым. Дұрыс таптыңыз, өте керемет сыйлық өзіңізге. Оп, оңай, осылай, кеттік келесі. Оппо! Без ключа! Налетели как саранча. Стал богач, даже богаче. Рахмет. Ол, отыра бер жаным. Бүгін бір 3-4 килограмм тастайсың ау. Байғалидің әні бермейді? Байғали. Байғайлы басқа жақта дірілдеп атырау деймін бір жерде. Бекарыс, құдалар жақтан, енді оң жақтан бар, ортадан бар, сол жақтан бір кісіні шақырайықшы, бір жігітті айтыңыз, кім? Кім шығады? Азиз? Қана, Азиз. Азиз деген жігіт жоқ шығып кетті дейді. Кім? Құдалардан шақырайықшы болмаса, өзім туған туысқан бауырларынан, елей. Бауыржан, Бауыржан. Бар ма Бауыржан? Ол да жоқ, Бауыржан да жоқ. Кім? Ағаң шақырайық. Алмат. Қайда Алмат? Алмат бауырым. 5, 6, 7, 8 деп 300-ге дейін кете бересің, 300-ге дейін. Аған Алмат! Оппа! Алмат, қош келдің. Өзі жасса болса қайнаға болып атқан Алматқа бір қол соқсаңыздар болады ардақ тағайын. Ал, Алмат, дайынсың ғой? Енді ортадан бар, оң жақтан бар Байғали, сол жақтан енді құда деп сізді шақырып атырмыз. Бір ерекше би стильмен, ерекше көңіл күймен
дерс қылып билеу керек болып тұр ғой. Құдалардың намысы сен қолында деп тұрмыз. Жіберіңіз. Алматтың биі. Опа! Кетті Алмат! Жоқ! Опа! Come on! Let's go! Рахмет. Алмат, өте керемет, биіңе ризамын. Мың алғыс. Осы өлең қосқанда сіз шығасыз ғой, калагасолия дегенде ат шыға беріңіз. Бол. Аман болыңыз. Рахмет, тағы да қазір келіп жатқан меймандарымыз қош келдіңіздер. Кешіміз жалғастырып отырайық. Келесі ән тыңдап көрейік. Келіңіз әпкем. Келіңіз, өзіңіз ордаға шақырам. Билеп, хоп! Әкті болды көрмедіме, жаным сәні барыңа шүкір. Некет болды өнчәліме. Саламатсыз, қош келдіңіз, қуаныш құтты болсын. Қандай ән? Еркекпін мен. Қыздың айтқан бір түрлі екен, бірақ дұрыс. Еркекпін мен, Ғазизхан Шегербектің әні болатын. Дұрыс таптыңыз. Келесі әнге тыңдап көрейік. Құда қайда! Опа! Жоқ! Рахмет. Просто респект. Міне, молодец, ризамын. Бекарыс, сен де бір шақырайыншы бір ортаға. Келіңізші. Құрметті ағайын, пайғамбарда күйеу боласын, құрмет деген сыйлаған. Бекарыстай 8 қырлы бір сырлы жігітке бір қол соқсаңыздар артық болмас деп ойлаймын. Бекарыс, сенің бір бойдақтықпен қоштасу биің деп білейін енді. Бір билік келсеңіз өзіңіздің бір биіңіз. Ал, жіберіңіз. О! Ана! Опа! Рахмет. Ал, Бекарыс, бақытты баянды ғұмыр кешіңіз. Жақсы ер азаматтың ибалы жақсы жар таңдауы ол үлкен жеңіс. Ал бақытты болу одан да қымбат деген қосылған қолдарыңыз мәңгілік болсын. Жаңа Нұрқат ағам айтып кетті, 4 жолмен Назеркені сындырып алды деп. Сол Назеркеге арнаған 4 жолыңызды дүйім жұрт алқалған әлеумет болып бір тыңдасақ деп жатырмыз. Қандай сөзбен сындырып алды деген көрейік бір. Қандай? Бір медленный музыка жіберсеңіз. Сенікіме, менікіме сонау гүл. Арман үшін жүрбе жазбалаумын. Келіп жеткен Назеркедей қызыма өлең жолдарын арнаған осы болатын. Бекарыс Шойбек естімесін. Күшті ма, ұнады ма? Өлең жолдарын осылай арнаған екен. Мен енді осы сәтті пайдаланып, Қайрат ағам қайда жүресіз? Жезде, міне. Әке рахметті бір қолына ұстап қойсаң жеткілікті. Рахметті бір қолына ұстап қой. Мың алғыс, Назеркедей қызы, бақ баққаныңа деп. Бағана енді гүл беріп атсың ғой, енді әкеңнің қолына ұстап қой деп атқаның ғой. Рахмет. Бір қол соқ жүрейік. Міне Бекарыстың арнаған өлеңін тыңдадық, қандай өлең екенін. Аман бол, аман жүр. Сол өлеңді мәңгі жаныңда, жадыңда сақтай біл. Келесі бір сұрақ, сол сұрақтан кейін кешіміз жалғастыратын боламыз. Келесі ән. Келіңіз, екеуіңізді шақырам. Сіздердің заманда ағайын ғой, аға, келіңіз. Сізді шақырам, келіңіз аға. Билеп келіңіздер. Қандай? Ақ сәулем? Кеттік, айтайық. Ай, ақ сәулем. Сол ма? Сіз қай кассетадан тыңдадыңыз білмеймін. Ай, ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын.
ақ сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Браво. Бір сыйлық ағама берейінші. Керемет сыйлық аға, тойдан тобықтай. Сіздің әніңізде сол ақ сәулем просто әуені басқа екен. Ән жазасыз ау деймін өзіңіз.